Оқушы деген қап емес, ішіне не болса соны сыйғыза беретін. Ол шамшырақ, тек жаға білу керек. Жігіттер білесіңдер, 60 жыл мен 85 жылда Қазақстанды кім басқарды? Димаш Ахметұлы Қонаев аға. Сол уақытта бүйірлерің шығып, қарындарың тойды, киімдерің бүтінделді. Сондықтан біздің мінекей әруақ татты адамымыз осы. Жаңағы екі елу емес, бұл кісі 4 елу жасасын. Айтқаныңызға рахмет. Аға, не болса да бірге жасайық.